Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Жолдасымның екінші әйелімен араласамын деп ойламаппын. Мұндайда болады екен. Қазір менің жасым 34-те, 12 жастағы ұлым бар. Тағдырымды тыңдасаңыз, қызық ақ. Менің бүгінде күйеуімнің екінші әйелімен тығыз қарым-қатынастамын. Қалай тыңдасаңыз да, тағдыр біздің басымызды қосып, қазір бір отбасы секілді аралас-құралас болып кеттік. Екінші әйелдің балалары мені үлкен апа деп атайды. Менің ұлым оны жеңеше дейді. Бұл қалай болды десеңізші. 21 жасымда өзімнен 6 жас үлкен Ғабитке тұрмысқа шыққанымда, мен жалғыз баламен қалып кетемін деп ойламаппын. Жер айтып бармасын, марқұм Ғабит тым ақкөңіл жігіт болатын. Маған оның ақкөңілділігі қанша ренжітсең де кек сақтамайтындығымен ұнаған болатын. Ол үйленейік деп мен колледжде бітіргенде қыр соңымнан қалмаған еді. Ұнатып тұрған соң, болашақ өміріме көз жіберіп жатпай-ақ келісімімді бердім. Бірақ отбасылық өмір мүлде басқаша екен. Оның үстіне енем бізді аяғымызға тұрғызбай жатып, бірден бөлек шығарып жіберді. Оның берген 2 көрпе 2 жастығымен қалаға жақын бір жердегі кепе үйге жайғастық. Көп өткен жоқ, аяғым ауырлап жеріктігім шектен шықты. Су ішсем де құса берем, орнымнан тұруға шамам болмай қалды. Осы кезде Ғабит тірек бола алмады маған. Жұмысынан соң қаладағы жолдастарымен кездесіп, түннің жарымында бір-ақ оралатын. Мен орнымнан тұра алмай, қиналып, майдың иісіне шыдай алмай, тамақ істеуге де қолым бармайтын. Анда-санда енем келіп, біз жүрек айну дегенді білмей 6 бала туып едік. Бұлардікі еркелік деп ұрысып кететін еді. Оны естіген Ғабит еркелемей тұр, тамағыңды істе деп бұйыратын. Өтірік айтып қайтейін, қазанға май құйсам болды, далаға атып шығам. Асқазанда түк болса да лоқси беріп ішім ауырып кететін. Ашыған айран көже ішкім келеді. Әкеп берші деп күйеуіме жалынамын. Таңертең жарайды деп кетеді де, түн жарымында ішіп бір-ақ оралады. Ұрыс керісіміз осыдан басталды. Жеріктігім басылған соң, адам бола бастағанмен енді босануға дайындала бастадым. Біз бөлек шыққанда көктем болатын. Сондықтан пеш жағылатын үй іздемеген екенбіз. Ай күнім жақындаған сайын күнде суыта бастады. Электр пешін жағамыз, бірақ ол не жылу берсін. Босансаң ауылға апарам, қыстай апам қарайды, деп сендіріп жүрген. Бірақ енем бір келгенде, мына жерді жылытуға пеш соғып алмайсыңдар ма? Ертең босанған соң қайда барасың деп бір ауыз сөзімен аузымызға құм құйды. Бұл қарамаймын дегені ғой. Қыстың көзі қырауда, жылы үй қайдан табыла қойсын? Барына біздің ақшамыз жетпейді. Осылай жүріп, менде бір күні босандым. Перзентханада жатқан кезімдегі қиналғанымның өзі бір төбе. Ең болмаса, бір нан, бір жаялық әкелмеген күйеуден көңілім қалғанда, кімнен қалсын? 3-ші күні келіп тұр, аяғынан тұра алмайды. Не айтып, не қойғанын да өзі білмейді. Ал енем болса, облыс орталығын алысынып, мүлде келген жоқ. Бар зарымды әпкеме айтып жыладым. 40-нан шыққанша үйге алып кетем, өзім қараймын, уайымдама деп жұбатты. Перзентханадан жұрт жолдастарымен бір қышақ гүл, кәмпитпен думандатып шығарып жатқанда, мені әпкем ғана келіп, таксимен алып кетті. Дәл бір байқамай көтеріп қойып, некесіз бала туғандай күй кешіп әбден жыладым. Ертеңіне ғана күйеуім іздеп келіп еді, әпкем ұрысы жіберді. Оныкі де дұрыс. Бар керегімді өзі әперіп берген. Енем бір рет келіп төбе көрсетті. Қолыма 500 теңге ұстатып, мынаған керегіңді аларсың дегенде, мазақ етіп тұрма деп ойладым. Мұнан да маған ауылдан бір асым ет әкелгені әлдеқайда дұрыс еді ғой. Емізулі әйелге 50 жұқпа түк болмайтынын білетін 6 туған ана емес пе? Енемнен де, күйеуімнен де күдер үздім. 1 ай жататын болып келіскен әпкемнің үйінен 4 айдан соң
көктем шыққанда бір-ақ кеттім. Онда да ұялғанымнан барар жерім болмаған соң жаттым. Қайтып кепе үйімізге келген соң менде тағы ұрыс-керіс басталды. Сол баяғы түн ортасына дейін қыдырып, ақшасының бәрін жолдастарына шашатын Ғабит азық-түлік жетіспеу, құр картоп пен макаронға қараған күндерім. Тіпті әпкемнен соң маған ол бір рет памперс әпермеген еді. Баламды емханаға апаратын кезде бірнеше қабатталған жаялықты қойып, баяғы заманда жүргендей қиналатын едім. Хирург маманы көріп жатқанда балам астын бүлдіріп қойып, ол баланы жатқызатын орынды да ластаған еді. Сондағы дәрігердің ұрысқаны есімнен кетпейді. Бір памперс алуға шамаларың жетпесе неменеге туасыңдар осы? Осы көрген қорлықтарымның барлығы көкейіме өксік болып тығыла берді. Ең болмаса, сыра ішкенше сол ақшасын баласына арнаса, ел құсап баспана салып әрекеттенсе, жоспар құрып онысымен бөліп жатса, менің де көңілім тоғаяр еді-ау. Бірақ күйеуімде оның де бірі жоқ еді. Біздің арамызды үзген мына оқиға болды. Баламыздың тісі шығып ауырып жүрген. Ыстығы көтеріліп, еме алмаған соң, дәрігер 2 дәрі жазып берді. Оны алатын ақша жоқ. Сосын көршіден 1,5 теңгені қарыз қалдым. Өзім ауру баламен шыға алмаған соң күйеуімді жұмсамайын ба? 1,5 теңгенің қалтасына салған ол, сол кеткеннен мол кетіп, таң ата бір-ақ келді. Аяғынан тұра алмайды. Әкелген дәрісі түгілі бір наны да жоқ. Онымен айқаласуға, ұрысуға дәрменім жетпеді. Таңертең тұрып әпкемнің үйіне кетіп қалдым. Ол мені 1 аптадан соң ғана іздеп келді. Бармадым. Сол бойы ажырастық. Ол тез-ақ келісті. Кешірім де сұрамады. Баламның ғана жайын күйттеп көңілім қалған күйеуімді ойлауға мұршам болған жоқ. Оның үстіне ұлымды асырау деген мақсат тұрды. Уақыт шіркіннің қалай өткенін білмеймін. Әпкемнің қолдауымен қалаға келіп, банкте бір бөлмелі үйге депозит аштырып, ақша құя бастадым. Бір мектепке жұмысқа тұрдым. Тапқаным балам екеуміздің ас-ауқатымыз бен пәтерімізге жетіп жатты. Ұзынқұлақтан Ғабиттің үйленгенін, 3 жылдың ішінде 2 баласы өмірге келгенін естідім. Бірақ ешқандай өкініш те, реніш те жоқ еді. Бақытты болсын дедім де қойдым. Ал өзіме сөз айтушылар табылып жатса да, бар ойым баламды аяққа тұрғызып, екеумізге баспана алу ғана болғандықтан басымды екеу етуді де ойламадым. Оған мұршамда болған жоқ. Таңертең баламды балабақшаға, өзім жұмысқа, кешкісін қайтадан сол бағыт. Анда-санда әке-шешеме, туыстарыма барып қоям. Олар да бәрін беріп, қолдан келгенше көмектесіп бақты. Тағы да 4 жыл зуылдап өте шықты. Әне-міне дегенше бір бөлмелі пәтерге қолым жетеді деп қуанып жүргенмін. Бір күні мектепке бастауыш сыныптарға сабақ беретін бір апай келді. Сенің балаңнан түрі айнымайтын бір бала келді маған. Тіпті тегі де сондай деді ол. Сенбедім, бірақ сонша ұқсастық болмайтын шығар деп барып көрмек болдым. Негізі менің ұлым әкесінен аумайтын. Ана бала шынында менің баламнан да, оның әкесінен де аумайды екен. Ол 1-ші сыныпта, ал менің ұлым 4-ші сыныпта оқиды. Бірақ сұрауға батылым бармады. Сұрағанда қайтем. Тағдыр тапсырамын десе оп-оңай екен. 8 наурыз мерекесіне орай мектебімізде аналарға арналған үлкен іс-шара өтіп, оған тек бастауыш сыныптарының балалары мен ата-аналары қатысты. Сол кезде мен әлгі баланың анасымен ұшырастым. Қызығы, менің ұлым да, оның ұлы да сахнада ән айтып еді. Екеуінің ұқсастығына мұғалімдердің барлығы таңданып, туыстарың емес пе деп сұрай беретін. Екеуі де ән айтып болған соң, қолдарындағы гүлді бізге, аналарына табыстады. Сол кезде орнымыздан тұрған 2 әйел бір-бірімізге қарасып қалдық. Бейтаныс әйел, мен оны танымаймын. Кеш біткен соң есік алдында ұлымды күтіп тұрғанмын. Өзім қатарлы бейтаныс әйел жаныма келді. Кешірерсіз, сіз Ғабиттің бұрынғы әйелі емессіз бе деп сұрағанда барып, мән жайды ұқтым. Таныстық, аты Жанар екен.
2 ұлы бір қызы бар екенін, осы қалаға жақында көшіп келгенін айтты. Ғабит қайтыс болды, естідің бе дегенде шошып қалдым. Ішкіліктен кетті ақыры, бауыры ауырып қайтыс болды. Маған сені және ұлы бар екенін айтқан еді. Содан бастап біз мектепте жиі ұшырасып қала беретін болдық. Тағы бірде ол балаларымыз бір әкеден екенін, әкелерінің бауырларымен араласпайтынын, балаларымызды табыстырғысы келетінен айтты. Басында қаламағанмын, бірақ ойлана келе баламның бауыры жоқ екендігін, менің інім қарындасым болғанда ғой деп армандайтынын ойлап келістім. Таныстырдық, балаларға шет жағасын, тігісін жатқызып айттық. Бал емес пе? Бірден табысып кетті. Басында бірге қыдыртып, туған күндерге шақырушы едік. Қазір бір отбасы ұсап араласып кеттік. Жанармен сырым да, мұңым да бір боп кетті. Менің баспана алғанымды тойлап, оларды үйіме шақырдым. Ол да жалғызбасты ана ретінде тіркеуге тұрған екен. Бұйыртса, баспаналы болатын шығар. Жанар маған қатты ұнады, бір қалыпты, өсекке болмаса да басқа жат әдеттерге үйірлігі жоқ. Тек перзенттері үшін өмір сүріп жүрген жан. Екеуміз де марқұм Ғабитті сөзге жамандамадық. Тек балаларымыздың болашағы туралы ғана айтамыз. Бөлісе алмай жатқан түгіміз де жоқ. Біз бір-біріміздің отбасымызды да бұзған жоқпыз. Бәрі де тағдырдың ісі екенін түсінеміз. Құдай сондай күй берсе қайтеміз? Бар тілеуіміз балаларымыз. Менің ұлымның 2 інісі мен қарындасы пайда болғанына қуанғанын көрсеңіз. Осы уақытқа дейін неге маған оларды көрсетпедіңіз? Мен оларды арқалап өсірер едім деп кездескен сайын үйге ерекше толқыныспен келеді. Өзінің кішкентай кезінде ойнаған ойыншықтары бір қорап болып тұратын. Соны көтеріп апарып берді. Дүкенге бара қалсақ, оларға да бірдеңе сатып алайықшы деп қиылады. Бауырларын ойлағанына құлынымнан айналып кетемін. Жанардың балалары да менің ұлым үшін барын беруге даяр. Ағам келді деп қуанып шығат алдынан. Мен сізге шоколад алдым деген кішкентай қарындасын құшақтап, сүйіп алғанда біздің жүрегіміз жарылып кете жаздайды. Міне, біздің тағдырымыз осылай қиысты. Енді өскенде осылардың қызығын да бірге көрсек деп ойлаймын. 2 анадан туылса да, Ғабиттің 4 перзентінің тілеуін тілеп отырамыз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Құрметті менің оқырманым, осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.